Армысыздар, достар. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге жан түршігерлік вирус туралы ең үздік 5 фильмді айтатын болам. Видеоны көрмес бұрын арнамызға жазылып, лайк басып кетіңіз. Ендеше кеттік. Война миров Z фильмі. Фильм 2013 жылы прокатқа шыққан. Фантастикалық қорқыныш жанрында түсіріліп, көрерменді қорқынышты оқиғаға толы етіп, басты рөлде тірі өлік зомби мен қарапайым адамдардың қақтығысы көрсетілетін болады. Фильм бойынша көрермен Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы қызметкерлерінің бірі Джерри Лейннің тағдырын бастан кешіруге тура келеді. Ал Джерри Лейн өзін және өзінің отбасын аман алып қала ала ма? Оны фильмнен көрейік. Я легенда фильмі. Фильм 2007 жылы прокатқа шыққан. Басты рөлде Нью-Йоркта тұратын Роберт Невилл, ақш армиясының медицина подполковнигінің өмірі туралы көрсетіледі. Ол Нью-Йорк қаласындағы жалғыз тірі адам, және оның Сэм атты иті бар. Фильмде ит екеуінің күн сәулесінен қорқатын зомби тектес ауру адамдармен күресі көрсетіледі. Ал Роберт және оның серігі оларға қарсы тұра ала ма? Оны фильмнен көрейік. Пусанға поезд фильмі. Фильм 2016 жылы прокатқа шыққан. Фильмде басты кейіпкерлер Со Сок Ву және оның қызы екеуі Пусан қаласына жол тартпақшы болады. Алайда жолда күтпеген жағдай орын алып, елге жұмбақ вирус таралады. Вирус адамға жұққан соң түрі қорқынышты болып кетіп, адамдарға шабуыл жасап, қанын ішеді. Ал Со Сок Ву мен қызы екеуі Пусан қаласына аман-есен жете ала ма? Ендеше көрейік. Вирус фильмі. Фильм 2013 жылы прокатқа шыққан. Оңтүстік Кореяның Соннам қаласында вирус пайда болады. Қалада тыныс алу жолдары арқылы берілетін және 36 сағат адам ағзасында жүріп, адамды өлтіретін вирус пайда болады. Адамзат атаулы қалай аман қалады? Ендеше көрейік. Носители фильмі. Фильм 2009 жылы прокатқа шыққан. Екі ағайынды және оның дос қыздары жеңіл көлікпен барлық қаланы құртып жатқан пандемиядан, яғни вирус атты пәледен қашып құтылады. Бүкіл адамзат атаулы жойылу қаупінде тұр. Екі ағайынды Брайан мен Дэнни бұл індетпен жолда қақтығысады. Аурудың емі жоқ, аман қалудың жалғыз жолы ол жұқпау екенін білген олар әрі қарай не істейді? Оны фильмнен көресіздер.